Запорожье велетінде русларның кеже ұжымлері нәтижесінде яралаганлардын сайысы 20-ге етті. Оларның арасында 4 бала бар. Донецк велетінде Константиновка сабадан берлі атеш астында яназдан 4 адам яраланды, ава бомбалары ве топчылықтан йықыжылықлар бар. Херсон велетінде Херсон ве Камышан сакинлері душман ұжымлерден зарар көрділер. Русияның дрон ұжымлері нәтижесінде эпицентр шirketінің логистика мерkezінде бұйық янгын чықты. Құрбанлар ве яралаганлар жоқ. Компанияда душман украинлер үшін çalışkan бір бизнесні мақсатлы суретте жоқ еті, ама ұжымлерге бақмадан компания çalışmaға девам етечегіні білдірелер. Сентябрьдің 16-сында Харьковға руслар кені ұжым етті. Дронлардан бірісі Слободский районындаки бинаға урылды. Тибби ярдым сораған еназдан 4 адам бар. Шер елбашысы Игорь Терехов шерінің Слободский ве Основан районларында бірқач евге зарар келгені ақында хабер берді. Қырым-татар журналисті Ремзи Бекиров Хизбут Тахрир жемиетіні яратма ақында ұйдырылған қабатлыларнен Хакасиядаки колонияда 19 еллық жазасыны кечірмеге девам еті. Ұқық қорчалайжылар тақипнің ақиқи себебі оның қырым-татарларының репрессиялары ақында нешірлері олғанын еминлер. Апске алынған йыллары девамында танылмаз дәрежеде денішкен ақайыны көрмек үшін қадын ве уч бала 5500 километрден зияде yol кечтілер. Бекиров Русия тарафындан қанунсыз тұтылған en azdan 28 украин журналистлерден бірі ола. Бүгін Украина парламенті бұтын өлчіде басқын бажлағанынан берлі бірінші кере жанлы яйынға сессия кечіре. Яйын Рада телеканалында ве YouTube каналында чықып, ватандашларға депутатларының ішіні doğrudan-doğru көзітмеге имкан бере. Бұл қарар сентябрьдің 4-не парламентінің ішінің жематчылығыны тіклеп қабыл етті. Sky News телеканалына берген интервьюсында президент Владимир Зеленский Украинаның Аляскадаки музыкерелерде иштирак этмесінің нәтижелер кетіре білежегіні білдірді. О Трамп Путинге чоқ шей бергенні ве шымды зияде кері бермекнің кереклігіні қайдетіп, санкциялар ве қапсызлық кепалетлері бойынша ачық позициясыны білдірді. Зеленский да қайдетті ки, Америка Қошма Штатларда Путин олардан қорқмақ үшін етірлі құветі бар деді. Бүгін саба Русияның Приморский крайында Щитова қасабасы яндаки арби қысымның территориясында күчлі патлавлар ештілді. Гурдаки менбаларының мәліматына көре, бұл Украинада женклешкен işgalcilеріні yok etmek үшін Украин махсус күчлері тарафындан yapılған әрекет еді. Вақа ерінде çok sayılı tez yardım машиналары çalışıp Киев ве Угледар яндаки Мариупольде өз вахшижілігінен белі олған 155-ші дениз бригадасындан өлі ве яралы рус аскерлері ақында хабер етелер. Сентябрьның 16-сына қадар кечесі Украина махсус әрекетлері күчлері Саратов велетіндегі нефт НПЗ-сына ұжым еттілер. Елда 5 миллион тоннаға қадар хаммал ішлеген ве Русия ордысы екіжісінен темелеген муэсседе патлавлар ве бұйық янгын қайдетілді. Кремльнің женг машинасында esas роль ойнаған бұл стратегик объектке бірінші ұжым дегіл. Украина арби дениз флотының спикері Дмитрий Плетенчук Қырым бүтінле Украина мудафа күветлерінің қолында олғанын білдірді. Айны вақытта işgalcilер ярымадыны авадан қорчалыну системаларынан тойдырдылар, шунын үшін базы ұжымлер муафақетлі ола біле базылары есе тоқтатыла біле. Бұна бақмадан Украина селелі күветлері тоқтатмаға истемелер ве душманның арби объектлеріне ұжым етмеге девам етежеклер. Сентябрьның 15-інде Израиль ордысы Газа секторына кен өлчілі ұжым башлады. Шерге танклар кірді, авиация есе күчлі бомбардманны құланды. Цахал операциясының esas мақсады Хамас группасыны yok etmek olғанын илан етті, ама халқара матбуат басталары телюке ве yüksek құрбанлар ақында хабердар еттілер.
Tramp İsrail'nin hareketlerini açıktan açık kol tuttu ve esirlerini azat etmege çağırdı.